құрметті көрермен, эфирде ақпарат ағына аптадағы айшықты жаңалықтар топтамасына шолу жасайтын мен Балауса Майлысқызы. Астанада өткен брифингте көлік министрлігі теміржол және су көлігі комитеті төрағасының орынбасары Қасым Тілепов Шығыс Қазақстанда су көлігін дамыту жоспары туралы айтты. Комитет басшысының айтуынша ұзындығы 1600 шақырым болатын ең ірі трансшекаралық кеме қатынасы артериясы Ертіс өзені Қазақстанның барлық өзен кеме қатынасының 90%-ын қамтамасыз етеді. Біз Ертіс өзені бойынша, яғни Омбыдан Зайсан көліндегі Тұғыл кентіне дейін өзен кемелермен мультимодальды қатынасты дамытуды жоспарлап отырмыз. Әрі қарай Қытай бағытында және кері бағытта экспорттау керек, деді Қасым Тілепов. Оның айтуынша, Өскеменде навигациялық кезеңнен тыс туризм және өзен тасымалын дамыту үшін бұқтырмада тәулік бойы навигация ашу мүмкіндігі қаралуда. Риддер қаласындағы жылу электр орталығындағы жөндеу жұмыстары қыркүйектің ортасында аяқталып, үйлерге ыстық су қосылады. Жылу маусымы аяқталған сәттен бастап, Риддер жылу электр орталығында жөндеу жұмыстары қолға алынған. Сол уақыттан бері қала халқы ыстық сусыз отыр. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметовтің жетекшілігімен өткен жылыту маусымына арналған жиында жөндеу жұмыстарының өз мәресіне қашан жететіні белгілі болды. Жылу желілеріндегі жөндеу бітуге жақын. 4 учаскедегі жұмыстар ғана аяқталмаған. Жаңғырту барлық жылу желілерінің 19 шақырымын қамтиды. Жұмыстарды 4 қыркүйекке аяқтау жоспарланған, деп мәлім етті жылу электр орталығының өкілдері. 15 қыркүйекте жылу электр орталығы іске қосылып, риддерліктердің үйлеріне ыстық су беріледі деп жоспарланған. 24 тамыз күні облыс орталығында Конституция күнін мерекелеу аясында Өскемен Тартыл Фест турникке тартылу фестивалі өтеді. Шара барысында ерлер арасында турникке тартылудан, әйел адамдар арасында планкаға тұрудан жарыс ұйымдастырылады. Жүлде қоры 800 мың теңге. Тіркелу жарыс болатын күні сағат 14:00-ден 16:00-ге дейін Самал паркінде өтеді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Тұрар Жолмағанбетов көмірдің кеніштегі және сатылымдағы бағасын атады. Шығыстағы Қаражырада былтыр тоннасы 8500 теңге болса, биыл 200 теңгеге қымбаттап 8700 теңгеге жетті. Өңірлердегі бағадағы алшақтықта Тұрар Жолмағанбетов алшақтық тым жоғары. Кенішке тақау орналасқан елді мекендер сол жерден бірден барып тоннасын 8000 теңгеден алып кетеді. Бірақ бізде көмір кенішінен тым алыста орналасқан шалғайдағы өңірлер бар. Мұның үстіне аталған өңірлерде темір жол тұйғыда болмауы мүмкін. Осыған байланысты елді мекенге дейін жеткізу жолы ұзақ болуы ықтимал. Сондықтан да бағасында үлкен айырмашылық бар, деді. Осымен бүгінгі хабар тамам. Бізге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.